Қош келдіңіз, Олжеке. Біз Рахмет, енді Әке. соңғы 2 жылға жуық уақыт әріптеспіз. Бір жаңағы ведомствода қызмет етеміз. Бірақ одан бөлек бір университеттің түлегі екенбіз. Иә. Сосын мына берген сұхбаттарды қарап отырсам, картографияға қызығушылық болған екен, иә? Неге картография? Картография қызығушылық ол неден басталды? Мен Балқаш қаласында өстім ғой. Туған жерім ол жер емес негізінде. Туған жерім Шет ауданында Ақжал деген кент бар. Вольфрам мен молибден шығаратын. Сол жерде негізінде туым керек, бірақ ол жер роддом болған жоқ. Роддом Ақшытау деген қасында бар, біраз кісілер біледі, Шет ауданында. Сол жерде туып, бірінші сыныпқа Ақжалға барып, сол кезде басталған. Жүресің ғой маңайда қарап. Иә. Схемасын жасасын бір жерлерді. Ойнайсың, жүресің, сол кезде қызығушылық басталған. Балқаққа көшіп барғаннан кейін ол жерде көл бар ғой. Біз география басталған кезде көлдің маңайын сызып, картасын салатынбыз. Сөйтіп қызығушылық басталды ары қарай. Мектептің мұғалімімен ба? Мектеп мұғалімімен, сол кезде. Кәдімгі топография сияқты ғой. Топография, топонимика, мен топонимикаға қатысты зерттеу жазғам. Ең бірінші мен зерттеуім 5-ші сыныпта ғой деймін. Топонимика деген ол жалпы анау географиялық атауларды неге солай болды деп зерттейді. Жоңғардан келіп па, көп атау? Жоңғарлар да бар. 10-шы сыныпта саяси географияны оқып бастаған кезде мемлекеттерді зерттеп, сол кезде қызығушылық басталды экономикаға. Картографиядан бастап отқаным, мен картография оқығам. Геодезия, картография алғашқы мамандығым. Оның тарихы енді кішкене уақытындағы гранттардың бөлінісіне байланысты басқа экономикалық мамандыққа түсіп тұрғанмын, бірақ бірінші реті геодезия, картография қойылғаннан кейін соған түсіп кетіп 4 жыл оқып, қызылмен бітіріп, кейін басқа салаға. Жұмыс істедіңіз ба? Картограф, геодезист. Картография, геодезия бойынша. Тура жаңа топонимика бойынша мен дипломдық жұмысым топонимика байланысты болды. Алматы қаласының көше атауларына байланысты. Ол жерде жаңа топонимиканың ішінде бөлінеді ғой. Өмірімде екінші адам ғана кездесіп тұрмын өзімнен кейін топонимикамен айналысқан. Олжас Төлеуов, макроэкономист деп таныстырсам, сол ең дұрыс атау болатын шығар, иә? Көп кісілер сұрайды, мамандығың қандай, макроэкономист деп айтамын. Біз енді бүгінгі подкастта бір 3 бөлікке бөлсем деймін. Біріншісі бір ликбез сияқты. Инфляция деген не, таргет деген не, біздің бағаларымыз қалай қойылады, ұлттық банк қалай жұмыс істейді деген сияқты, немесе ақша қалай айналады деген сияқты бір осындай сұрақтардың бірін басын ашсақ, сосын бір жеке осы подкасттың жалпы идеясы үлкен дүниелер кішкентай нәрселерден басталады. Яғни үлкен бір жасалған жобалардың артында кішкентай қадамдар, үлкен еңбектер жатады дегенде соны көрсетіп, Балқаштан Бейжіңге дейін дейміз бе, Балқаштан реформалар кеткеніне дейін дейміз бе, соны бір жүріп өтсек. Сосын үшінші бөлікте бір мифтер бар. Осы экономикалық бір мифтер бар ғой. Оны миф деп айтуға болады ма, білмеймін. Миф деуге болады ғой, иә. Мысалы, біздің курсымыз жаңағы теңгенің курсы төмен. Яғни біз өзбектің сомынан төменбіз бе, өзбектің сомы бізден құндырақ, яғни олар мықты ма деген сияқты бір соларды талқылап өтсек деймін. Экономиканың нақты макроэкономика саласына бұрылуға не себеп болды? Өйткені былай көбісі макроэкономика деген түсінбеуі мүмкін. Не ол жалпы макроэкономика деген? Кеше бір қонақта отқан кезде бір үлкен кісімен танысып, мамандығың қандай, макроэкономистпін деймін. Сонда не микроэкономист деп бола ма деп күледі. Иә, болады дедім. Менде ЕНТ-да балым жоғары болды, өте жеткілікті болды. 100-ден 97 алдым, ол кезде андай жүйе болды ғой. 120 балл жалпы, одан міндетті емес сабақты алып тастайды. Сол кезде 100 баллдан 97 балл алғам. Алтын белгі алып, сол кезде шанс көп болды. Экономикаға конкурс өте жоғары. Тек алтын белгілер ме еді, сондайды ғой? Алтын белгілер, бір-екеуі жаңа көп балл алғандар болған. Сөйтіп экономикаға түстім. Сол кезде біз оқыған кафедра макро-микроэкономика жазатын. Сол кезде бізде бір өте ерекше бір мұғалім болған. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, әсер берген адам деп, өмірдің өзгеруіне деп. Бардозов Олег Владимирович деген кісі болған. Қазір өкінішке орай сонда жұмыс жасамайды. Австралияға кетіп қалды ма, бір жаққа кеткен бар, қайтып келді ма. Ол кісі біз сол оқуға түскен кезде 17 жыл жұмыс істеп келген ғой сол жерде. Жас енді. Сол бізге макроэкономика сабақ берді, кейіннен эконометрикадан берді, микроэкономикадан берді. Жалпы сол кор дейміз ғой, ең бастапқы, экономиканың басындағы бір жүйелі түрде түсінетіндей сабақтарды сол кісі берді бізге. Қалған сабақтарда болды, басқалар берді. Сол кісі үлкен әсер көрсетті.
жаңағы макроэкономиканы түсіндіріп, қалай ол не үшін бағытталған зат деп. Сосын макроэкономикада есептер қалай болды, модельдері қызықты болды. Қызықты болғанда енді айтпаймын, басында маған керемет қызықты болды деп. Ол кезде стипендия аламыз ғой. Повышенный стипендия ала бастадым бірінші семестрден кейін. Енді соны жоғалтпау керек. Ата-анадан ақша сұрамаймыз мүлдем. Ол кісілер жіберіп тұрады анда-санда. Енді сол біздің жаңағы табысымыз күн көру көзі сол стипендия ғана. Сондай мотивация болды, стипендия айырмау керек деген сияқты. И бірте-бірте қиналасын, 4 стадиясы бар ғой. Гнев, отрицание, принятие деген сияқты. Сөйтіп қабылдап, аяқ жағында түсіне бастағаннан кейін қызықты басталып алды. Сөйтіп макроэкономикаға неге именно макроэкономика деген сұрақ болса, жаңағы кісінің әсері, өйткені қатты қинайтын мұғалім сол болған бәрінің арасынан. Негізінде сол кездерде менен кейін оқыған әрбір эконом факты оқыған, әрбір адамнан сұрасаңыз барды бәрі біледі, өйткені бәрін жазғы семестрге қалдыратын, қатам болатын. Бірақ сол кісінің үлесіне байланысты мен достарымда да бар. Ұлттық банкта істейтін көп жаңағы моделист, аналитиктер. Сол кісінің мектебі дейміз ғой енді, сол кісінің мектебінің түлектері. Осы жерде несін анықтамасын берейік енді, макроэкономист деген кім? Мысалы, жаңа айтқан сияқты, бухгалтер, финансист, экономист деген былай. Бәрі бір адам сияқты көреді ғой енді. Экономика деген ол бірнеше түсініктемесі бар ғой экономика. Экономика мысалы жалпы ұлттық экономика дейміз, ол нарықтың бір шегі бар, бір пространствоға қатысты бір объекті. Экономика деген ол ғылым бар бізде. Ғылым саласы. Біз сол ғылым саласы ретінде оқимыз ғой, экономист болып оқитын кезде. Экономика жалпы есімнен шықпаса Ксенофонт па кезінде бір ежелгі гректердің біреуі ойкономикс, үй шаруасын жүргізу деген аударманы түсіндіреді. Ал үй шаруасын жүргізгенде екі бастапқы задача бар ғой шешетін. Ол бірінші сенің сұранысың, потребность, utility, полезность бар ішінде, және ресурстарын. Ресурстар шектеулі ғой, ал біздің сұранысымыз шексіз. Жалпы экономика деген ғылым ретінде сол сұраққа жауап береді. Шексіз сұраныста шектеулі ресурстармен қалай сол жүйені сақтап тұрып ары дамытуға болады деген сияқты соған жауап береді. Ал енді экономиканы жаңағындай ғылым ретінде қарайтын болсақ, оның бастапқыда бөлінетіні макроэкономика. Макроэкономика деген экономиканың субъектілері ретінде институционалдық бірлік дейміз ғой, институциональные единицы. Ол жерде қарастыратыны үй шаруашылықтары, фирмалар, мемлекет және де сыртқы нарық дейді. Солардың бәрі бірігіп ұлттық экономика ретінде бірлік ретінде қалай жұмыс жасайтын соны зерттейді. Сонда единицалар мемлекеттер ғой былай қарағанда. Национальная экономика дейді, бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасайды, қандай жерде заңдылықтары бар, саудаға қатысты, басқаға қатысты, жаңағы курс, инфляция, жұмыссыздық, экономикалық өсу, оның бәрін заңнамасы бар негізінде. Ол да өте қызық тақырып, ол өзгеріп отырды ғой. Кейнс кезінде былай болды, мысалы оған дейін Адам Смит кезінде басқаша болды деген сияқты әртүрлі этапта сол экономика ғылымы өзгеріп отқан. Сол макроэкономика, микроэкономика, бастапқыда макро жаңа айтып кетті, микроэкономика ол жаңа фирма, мемлекет, тұтынушылар, жұмыскерлер, солар бір-бірімен қалай қатынас жасайды, соған қатысты сол зерттеулер жасайды. Ол жерде де үлкен ғылымдар көп масқара. Енді былай түсінікті болушы айтқан кезде макро деген бір сәл алыстан қарап, бүкіл процестерді көріп, солардың байланысын көріп, мемлекеттің арасында қарым-қатынас, ақшаның ағымы деген сияқты. Яғни сәл бір құстың ұшып бара жатқан жер деген сияқты алыстап қарау. Масштаб. Макро, микро. Математикаға жақсы ма еді мектепте? Математика менде қатты безде енді орташа мектеп болды ғой. Былай жай мектеп болды. Ешқандай бағыт ештеңкесі болған жоқ. Біз 10-шы сыныпта мұғаліміміз ауысты. 10-шы сыныпта біз НТ-ға ала бастадық. Сол кезде қиын бола бастады. Жете алмай қалдым. Бір кездері түсіріп жоғалтып алдым. Алгебра, линеялық алгебра сол жақсы оқып береді. Ары қарай қиын тақырыптар болғаннан кейін сосын бір репетитормен дайындалып, сол кісі қатты дайындаған. Айтып отқан мана кейін экономиканы оқыған кезде қатты қиын болған жоқ. Математика қажет па дегенім ғой? Әрине. Ол көп адамдар ойлайды экономикаға барып, жалпы жай бір түсінікті заттар айтып жүремін деген сияқты, спикер сияқты жүремін, ол да болмайды.
экономикаға түсіп жатқан адам, әсіресе болашақпен оқып бара жатқан адам математикасы жақсы болу керек. Математикасы жақсы болмаса қиын болады. Қазір оған үстіне қоса жаңағы нелер қосылып отыр ғой, IT навыктар. Модельдер ол жерде көп білу керек. Мысалы EViews, R, Python дегендер қазір это must have. Ал жалпы MATLAB деген өзім бір сол терең оқитын заттар бар, соның бәрін білу керек. Программирование білу керек, мысалы экономист болу үшін, жақсы болу үшін. Біреуге сұрап отпайтындар, маған жазып берші деген сияқты. Ол жағында да көрдік. Сондай қызықты жақ, былай ғылым ретінде алса, практикаға келген кезде ол уже саясатқа айналысады. Саясатпен айналысқанда ол жерде политологиямен сәйкес кетеді. Правоприменительный практикаға ол басқа салаға кетіп қалады да. Ал мен жалпы сол басында ойым болған, ғылым ретінде қызықты болды. Бірақ мен ұлттық банкта жұмыс жасаған кезде біз сонда департамент жұмыс жасадық, зерттеулер департаменті. Зерттеулер және статистика департаменті аталатын. Қазір ақша кредит саясаты департаменті аталады. Сол жерде біз зерттеулермен айналысқанбыз, көп зерттеулер жазғанбыз. Оған дейін Қазақстанда жүргізілмеген зерттеулер. Мысалы, кривая Phillips curve, соны есептедік, біз Қазақстанда қалай болады, модельдер құрастырғанбыз. Ол өте бір қызық тәжірибе болған. 15-ші жыл болды ғой, девальвация болған кезде. Ең бірінші есімде, біз ол кезде практикаға түскенбіз ұлттық банкқа. Жалпы енді былай линияны үзбеу үшін Казгудан кейін мен оқуға түстім, магистратура Нацбанка. Ұлттық банк магистратурасын оқуына түстім. Бір конкурсқа қатысып, конкурстан ұтып алғам. Грантты. Менің өзінің бір гранттары болатын еді ғой, ұлттық банктың, магистратураға қабылдайды да, соны өздері төлейді. Өздері төлейді, өздері оқытады, стипендия төлейді. Бірақ қатан 2 жыл оқыдық, таңертең кешке дейін. Басқа мысалы мен ол кезде Казгудың магистратурасында оқып үлгергем, жарты жылдай. Бірақ ол жерден кетіп қалдым да, жерден грант бөлінгеннен сол жаққа ауысып кеткем. Бірақ ұлттық банктың магистратурасы кішкене құрылым басқаша, олар? Ол жерде еркін. Яғни айтайын деген академияда бір жаңағы оқу орнында емес, өздерінде өтеді, бүкіл сабағы. Ол жерде мысалы жай басқа университеттермен салыстырған кезде ұлттық банктың магистратурасы қазір жоқ қой, басқаша аталады. Ұлттық банк магистратурасы жалпы тарихы қалай болған ол магистратураның. Ол магистратураны Марченко Григорий Александрович бірінші рет, 2 рет болды ғой төраға ұлттық банк. Бірінші рет төраға болған кезде 2000 жылдың басында нарықта адам табылмаған ғой, банктерде жұмыс жасайтын, түсінбейді. Өйткені жаңа экономика, нарықтағы экономика көшті, маман жоқ. Сөйтіп Марченко шешім қабылдайды, осындай магистратура ашамыз деп. Сол магистратураны бір есімде жоқ, бір әйтеуір сол кезде департамент, адами капитал департамент есептеп жүретін. Мысалы, ұлттық банктың орталық аппаратында 50%-нан көбі сол магистратураның түлектері болған. Кейіннен 10 жыл мен 11-ші выпуск болған мен. Ол жерде өзінің жаңағындай сондай бір алам неге бар, бірге араласады бәрі. Көбісі сосын семья құрып кеткендер өте көп магистратурадан шығып. Сосын бәрі бірге жұмыс жасайды бар. 2 жыл шықпағаннан кейін не істейді? 2 жыл таңертең кешке дейін выходнойда да бірге бәрі жақсы тәжірибе болды. Сосын жаңа сіз айтып кеткендей, ол жерде былай тұрақты мұғалімдер де бар ғой. Ол мұғалімдер дәріс беретін, практикалық жаңағыдай сабақтар өткізетін, олар күнделікті сол жерде жұмыс істейтін адамдар. Көбісі, бір 70% ол қазіргі практикада жүрген кісілер болған. Директор департаменті, мысалы, бір ақша саясатқа қатысты, монетарлық операция департаменті, рисковиктер келеді, заң департаментінен келеді. Соның бәрі өздері түсіндіреді, заңнама бәрін оқисың. Дуалдық білім беру жүйесінің бір ең үлкен бір мен өзім көрген сондай бір практика болды. Магистратураны оқыған кезде тағы да бір жақсы заты, ол жерде грантты оқысан, сосын сен жұмысқа шақырса магистратурадан неге ұлттық банкқа, сен міндеттісің, 3 жыл жұмыс істейсің. Ал қабылдамаса өзің кете бересің. 1 жылдың ішінде ма жаңағындай сондай бір функциясы жойылады. Сөйтіп күнделікті сабақ беріп жүрген адамдар сол саған кейіннен жұмыс беретін адамдар ғой. Олар өзі байқай бастайды. Кім оған жақынырақ, кім түсінеді деген сияқты. Сөйтіп ұсыныс түсті маған. Сонасы ұлттық банкқа жұмысқа доктор Спековна деген ол кезде біздің кейіннен департамент директорының орынбасары болды. Біраз жыл жұмыс жасаған, 97 жылдан ба ұлттық банк. Ұлттық банкта ана жапондық жүйе дағандай жүйе дегенде ол жерде адамдар ұзақ жұмыс жасайды.
Көп адамдар университет бітіріп сол жерге жұмысқа тұрғандар бар, 95-97 әлі күнге жұмыс істеп жатқан кісілер бар. Сол кісі шақырып жұмысқа тұрып бүйтіп қызықты бір этап бастаған жақта да ұлттық банкте. Кім айтқан есімде жоқ, бірақ сіз туралы айтқан кезде білмеймін, есім Күлекеев айтты ма екен, әлде Олжас Құдайберген, есімде жоқ. Бірақ мынандай бір қызық нәрсе, жаңағы шетелде оқымай-ақ Қазақстанның оқу орнында оқып жақсы макроэкономист болуға болады деген сияқты бір Әрине, сипаттама берген еді. Яғни бір шетелдік білім қажеттілігі бар ғой, әрине, ол өзінше бір практика, жаңағы курспен басқамен болды ғой енді бәрібір. Бірақ мына магистратураны басқаны сыртта оқымай-ақ өзіміздің мектептердің бір несін көрсетеді деп бір баға берген бар. Яғни мектеп бар ғой әлі де. Әлі мектеп бар дегенде енді мен осы стратегиялық жоспарлау және реформа агенттігіне келгеннен кейін оқу беруді тоқтаған. Мен алдында оқытатын студенттерді, осы жақтағы МГУ бар ғой, филиалы. Сосын жаңағы Назарбаев университетінде жетекшілік жасаған, диссертация жазған группаларға. Сөйтіп, сосын мен ұлттық банк магистратурасының өзінде сабақ бере бастағам. Сол кезде сабақ берген мен, ұлттық банк магистратурасында да сабақ беріп. Сол кезде мен байқап жүретінмін, қызығушылық қандай жастардың арасында, жалпы студенттердің арасында. Сұраныс бар ма, олар жұмысқа қалай тұрады, өзім байқауларым болған. Енді қазір 3 жылдай уақыт өтіп кетті. Ол тез өзгереді негізінде ол сала. Білім беру, сол экономикаға қатысты білім беру жағы тез өзгереді. Қазір енді мен білім беріп жүрген жоқ, мен бар енді. Өзім әріптестерім бар. Жаңағындай популярность көтеріп экономиканың телеграмма арқылы қызығушылық көп. Енді бар деп ойлаймын. Қазір енді оған қатысты қаржылық жалпы анау грамотность дейміз ғой, солда өсіп келе жатыр, түсінеді. Брокерлардың жаңағы фондовый биржаларға қатысатын адамдар көп қазір. Сондықтан білім көп, түсінікте көп экономикасы. Былай ғылым жағынан есеп бере алмаймын. Ғылым жағынан. Енді былай қарасаңыз, бізде былай қатты үлкен жетістіктер жоқ бұл жерде, шыны керек. Біз мысалы халықаралық журналдарда ғылыми қарасаңыз, ол жерде көбінесе бізде нақты бір сондай бір нелер, зерттеулерге қатысты мамандықтар олар. Биологиядан көп бізде мысалы, математикадан, физикадан, химиядан көп, медицинадан да бар, ал экономикадан бар, бірақ қатты аты шығып, макроэкономикадан айтайын. Экономистерді мен көргем. Нарығына қатысты сондай бір зерттеулер бар. Кім бар бізде макроэкономист деп айтатын? Мына кісілер бізде макроэкономиканы осы ғылым ретінде ма? Ғылым ретінде деп айтайық, немесе енді макроэкономист деген жаңа айтқан сияқты бәрібір мемлекетпен байланысты, бір саяси құбылыстармен байланысты болып тұрмыз ғой енді. Осыған мына кісілер макроэкономист ретінде бір позициялары бар. Ондай көп негізінде. Мен аттарын атамай қойын, қазір біреуді ұмытып кетіп жүрсем ренжіп қалады. Ал енді көбінесе қазіргі ең жақсы макроэкономистер бізде нарықта көбісі. Нарықта да бар қазір. Екінші деңгейдегі банктерде, брокерлік компанияларда қазір көп. Аналитикалық орталықтарда көп ашылып жатыр қазір. Өте көп. Консалтинг компаниялар бар. Сол жерде де макроэкономистер бар. Сосын мемлекеттік қызметте де бар. Мына Назбанкта да, ұлттық банкта да өте көп. Мамандар өте мықты негізінде ұлттық банктың. Өйткені ол жерде әрдайым білім айналысып отырады, шетелге барып отырады, конференцияға қатысып отырады. Бар негізінде жалпы. Енді бұл айта кетсем, неге макроэкономиканың әр заттың болашағы бар, егер де ол затқа сұраныс болса. Кезінде бізде тұрақты ақша айырба бағамы болды ғой, фиксированный обменный курс. Сол 2015 жылға дейін. Девальвация басталғаннан кейін плавающийға көшті ғой, өзгермелі. 9,5 жыл бұрын. 9,5 жыл бұрын. Тізіп қойған бағана. 19 тамызда болған. Ол туралы сұрақтарым бар. 19 тамызда болған. Сол кезде сол еркінге өзгермелі режимге ауысқаннан кейін күнделікті түсініксіз болып кетті ғой. Курс қалай болады, бір айдан кейін қанша болады. Үлкен ірі компаниялар, мысалы экспортерлар, IRG, Казган басқа сияқты, оларда да керек болды есептер.
ой қой оны мемлекет бәрі бақылап отыр, оны еркінге жіберген жоқ деп айтады ғой бізде. жоқ, оны айта береді, бірақ өзгеріп отырды ғой. Корреляция бәрін қарап отырсақ, мысалы мұнай бағасының өзгеруіне, рубльдің бағаның өзгеруіне, сол кезде сұраныс пайда бастады да сондай специалистерге, мамандарға. Түсініп айтып бере алатындай, оны есептеп бере алатындай сияқты. Сол кезде үлкен бір бум болды. Иә, бұл сұрақты сонда финансисттер айтып бере алмайды, макроэкономистер көбірек айта ала ма? Әрине, макроэкономистер. Өйткені мысалы былай енді СМИ баққа шығу тұрғысынан қарасақ, эксперттерді, бір сарапшылар, олар мысалы финансистер анық көреміз да, мысалы финансист, экономист дегендерді де көреміз. Бірақ макроэкономист деп титрға жазып қойған адамдар да былай, жаңа айттық қой енді, ұлттық банкта да істейді, екінші деңгейлі банкте де бар, басқада бар деп. Жоқ, макроэкономист деген дәрігер деген сияқты ғой. Жазбайды ғой, дәрігер мамандығын жазады, мысалы, нақты бар ғой, макроэкономист деген. Қызметін жазады ма? Қызметін жазады, иә, әртүрлі. Ол әр жерде әртүрлі аталады. Главный экономист деген мысалы бар. Главный макроэкономист деген маман жоқ былай, жалпы позиция жоқ қой. Дүниежүзілік банкті алайық, халықаралық валюта қорын алайық, ол жерде ондай жоқ. Главный чиф экономист дейді ағылшынша. Чиф экономист деген, бірақ макроэкономист деген түсінікті. Бірақ ол макроэкономист болып тұрса, чиф экономист дәрежесін алып, ол микроэкономиканы да түсінеді, экономикадан да хабары бар деген сондай бір не да. Ал енді ол макроэкономист бөлек айтпайды да оны ешкім. Яғни ол былай айтқан кезде көрінбейді, функционал ғой. Иә. Мысалы анау енді көбелектің қанатының әсері бар ғой. Бір жерден соққан жақта дауыл соғады деген. Бір қарасаң, мысалы енді осы жаңағы қаржы нарығында болсын, мемлекеттердің курсы болсын, басқасы болсын, экономикасының өзі сыртқы әсерлермен бір қарасаң, мысалы ана бір Бразилия болып жатқан нәрсе бізге қатты емес сияқты. Қатысы жоқ сияқты ол. Иә. Бірақ енді таза осы салада жүргеннен кейін, білгеннен кейін осылардың корреляциясы қалай? Осындай әсерлердің ба? Әсерлер көп қой, тарихта да, ол кітаптарда жазылған қаншама. Мысалы, жалпы сіз жаңағы экономикадағы сондай бір кішкентай бір өзгерістер үлкен затқа әкелетінін айтып жатсыз ба? Әлде Қазақстанға қатысты ма? Енді екеуін байланыстыруға болады. Мысалы, Қазақстанға ана жақта болып жатқан нәрсе үлкен дау болып келетін тарихтар бар ма? Көп ондай негізінде болған заттар. Енді жарайды, ковид деймін ғой, ковид ол бәріне қатысты болды ғой. Мысалы бір себеп, ол енді Қазақстанға тікелей әсері болған жоқ. Мысалы, арабская весна дейміз ғой. Араб елдерінде көтеріліс басталды, үлкен көтеріліс басталды, өзгерістер әкелген кезде. Хосни Мубарак, басқа бәленбай жыл көшбасшы болып келе жатқан адамдар ауысқан кезде, сол кезде ол жерде сол эффект бабочки Тунисте, қателеспесем Тунисте бір жігіт, аты жөнін ұмытып қалдым, жеміс-жидек сатып тұрады көшеде. Сосын оған келіп полицейлер келіп тиіседі, сосын шағымданады, сосын оны ұрып тастайды, сосын өзін жағып жібереді ме, сөйтіп сондай бір нәрсе болады. Иә, бір ары қарай дау болып кеткен еді ғой. Сөйтіп басталады, адам жиналады, сөйтіп басталады, сөйтіп бізге әсері де болды ғой енді, тікелей болмаса да. Қаржы нарығы арқылы әкеліп әсер етеді. Немесе мысалы енді тікелей ол жаңағындай землетрясение, жер сілкініс басқа болғанда да болып жатады. Ал экономика арқылы, мысалы үлкен бізге бір әсер беретін зат, ол бәріміз қарап отырамыз, мемдарда көп қой. Мысалы ақш-тағы президент сайлаулар. Бәрі қарап отырады, мемдер бар. Мысалы ауылға біреулер айтады, Байден былай болыпты, Трамп былай болыпты деген сияқты. Олар үлкен әсер береді бізге. Өйткені ол жалпы ғаламдық, әлемдік трендтерді өзгертеді. Ол трендтер бізге де тікелей келіп түсіреді. Виза алмай жатыр ғой қазір мысалы. Саясат өзгертті. Алғашында Трамптың кезінде ашық болып, бәрі 10 жылдық виза алып жатыр еді. Соңғы жылдары қазақстандықтарға бермейді, қазір көп бермейді. Міне бір мысал ретінде, тағы бір мысал, кезінде хуситтар бар ғой, Сауд Арабиясында, Йемендағы повстанец тайпалар, сол хуситтер қанша жыл болды, 3-4 жыл бұрын дрондармен Сауд Арабиясын, Саудия Арамко үлкен жаңағы МПЗ-ларын атака жасап, мұнай бағасы күрт өсіп, сондай да өзгерістер болды ғой бізге. Мұнай бағасы өзгерсе, бізге тікелей әсер болады. Сондықтан Қазақстан ол жаһандық процестерге қатты
қатысқаннан кейін ол әсерлер біз күнде сезіп отырамыз. Сол әсерлерді сезудің бір себебі сол жаңа өзгермелі ақша айырбас курсы. Сол арқылы бірінші сеземіз біз әлемде не болып жатқанын. Енді біздікі қатты өзгермейді, мысалы еуропалық мемлекеттер, Ресей дегендей, бірақ сонда да өзгерістер бар. Бұрын кезде бәрібір болатын. Сол кезде де бәрібір болғаннан кейін, бәрі тұрақты болғаннан кейін макроэкономистерге сұраныс та болған жоқ. Осы жаңа айтқан 9,5 жыл бұрын екен, мен кеше қарадым. Курс еркін айналымға өту деп аталады ғой. Осы еркін айналымға өткеннен кейін экономика өзгеріп кетті ме бізде? Әрине өзгерді. Дисбаланс дейміз ғой, дисбаланстар күрт өзі тепе-теңдік болып түсті да. Ол курсты 9 жыл болыпты. Құбылмалы курс енгізілгеніне 9 жыл. Сол құбылмалы курс енгізбей тұрып 9 жыл бұрын курс тұрақты болған кезде жаңағы дисбаланстар көбейе бастайды. Яғни ол курстың өзгеруі мысалы импорттың бағасына әсер береді. Импорттың бағасы ол инфляцияға әсер береді. Курс өзгермесе, импорттың бағасы өзгермейді. Тікелей әсері инфляцияға да қатысы жоқ. Бірақ ол тауар әлемде қымбатталып жатқан мүмкін. Қазақстан ол арзан болып келеді екен, курс өзгермейді. Бірақ ол жаңағы өзгерген бағаны да резерв арқылы ұстап отырады ғой, тұрақты курсты. Ұлттық банк ақшасын жұмсап отырады, қорды жұмсап отырады. Сол дисбаланстар жиналып қалған. Сол дисбаланстар ары қарай әсер бермей, күш болмағаннан кейін солармен совладать. Жаңағындай құбылмалы режимге ауысты. Ол кезде одан кейін көп заттар өзгерді ғой, әрине. Интервенциялар азаяды сонда, иә? Интервенция азаяды, иә. Интервенция азаяды, тікелей былай бөгет жасау, мемлекеттің қатысуы да өзгереді нарыққа. Осы құбылмалыға өткеннің өзінде бір уақыттар болды ма? Интервенциялар қатты айтылмай бір. Сондай сәт бола ма жалпы интервенцияларды ұлттық банк айтпайтын? Қазір айтамын мен сізге 2000 жатасуы мүмкін. 2021 жылдан бастап қой деймін. Интервенциялар ай сайын жарияланып отырады ашықша. Оған дейін айтылмайды. Оған дейін төрағаның интервьюінде, төрағаның орынбасары интервьюінде бір фрагменталды ақпарат шығып отыратын. Ал қазір ол көрініп отырады бәрі. Қазір эксперттер де бәрін түсінеді. Ұлттық қордан трансферт кеткенін де бәрі біледі мысалы. Ол ұлттық қордағы трансферттің бүкіл емес, енді үлкен көлемі долларда шығады. Доллар теңгеге, бюджетке теңгемен айналу үшін оны нарыққа жібереді. Нарықта жібергенде ол үлкен әсер береді. Ол енді трансфер емес, ол интервенция емес тікелей. Интервенция сияқты операция ғой, өйткені ол ұлттық банктың қорындағы золотой валютный резерв дейміз ғой. Алтын валюта резерві, ол бөлек счет. Сол өзгермейді. Ол өзгермесе интервенция жоқ деген сөз. Қазір интервенция енді былай официальный информацияға сәйкес интервенция жүргізіліп жатқан жоқ. Оны айтып отқан уақытында бір жаңа айтқан сияқты сыртқы факторлар қатты көрінуі тиіс, курс өзгеруі тиіс сәттерде бір тапжылмайтын да бір уақыттар болған. Қозғалмайды кәдімгідей. Былай қарасақ құбылмалы өзгеріске кеткенбіз. Олда да бар. Бір кездері, иә, дұрыс айтасыз. Мысалы, мұнай бағасы өзгеріп кетуі мүмкін, курс өзгермеуі мүмкін. Курс, инфляция деген жаңағы макроэкономикалық көрсеткіштер, ол ауа райы сияқты ғой. Ауа райының мысалы факторлар көп қой. Қысымы бар, жел күші бар деген сияқты. Күннің бір әсері бар, сондай сияқты факторлар өте көп. Сондықтан ол мысалы бір фактор қана қатысты емес, мысалы мұнай бағасына ғана. Мұнай бағасы төмен болып, сонымен қатар мысалы налоговая неделя дейді орысша. Жылына 4 рет болады, экспортерлер салық төлеген кезде, сол салық апта арасында доллар предложениесі көп болады. Сол кезде теңге тұрақты болады мысалы. Сондай мүмкін моменттерде болуы мүмкін. Ол былай нақты айтуға болмайды. Ой, осылай деген сияқты. Мемлекет тікелей эффект жасаған кездерде болғанда шығар мысалы. Жалпы ол негізінен айтамыз ғой, либералдық экономикаларда да курс тұрақты өзгереді. Ол жерде де интервенциялар болады. Словесный интервенция болады, тікелей интервенция болады. Ана ликбездерге өтсек, жалпы инфляцияны анықтамасын берейікші. Өте қарапайым тілмен инфляция. Өте қарапайым тілмен айтқанда, инфляция деген күнделікті алатын тауарымыз сүт. Сүт 60 теңге тұрады бүгін. Кеше 50 теңге тұрды. Сол 10 теңгеге өсуі 10%-дан көп инфляция ретінде есептеледі. 10% деген сол сүттің бағасы 10%-ға өсті деген сөз ғой. Ал енді
біз сүттен басқа да тұтынатын тауарлар көп қой. Нан жейміз, ет жейміз, су аламыз, басқа да жаңағындай азық түлік емес товарлар аламыз. Товары длительного пользования дейді, мысалы киім кешек деген сияқты. Соның бәрі корзина ретінде есептеледі. Ол жалпы бүкіл мемлекеттер сол мемлекет әлем деңгейінде бекітілген жаңа стандарттар сол товар позицияны жинайды. Қазақстанда ол 500-ден аса товар позициясы 512, 520 болып тұрады, жыл сайын өзгеріп отырады. Сол товарлардың бағасын есептеп отырады күнде. Күнде болғанда айына бір рет есептейді. Мысалы айына аяғында барады, БНС, бюро статистики. Барады да соны жазып алады әр бағасын. 40 қабат осындай баға болды бүгін, пияз осындай болды, теледидар бағасы осындай, модель осындай болды жазып отырады. Сосын әр тауарын өзінің салмағы бар ғой. Біздің жұмсайтын ақшаның ішіндегі долясына қатысты корзинадағы соның салмағы бар. Соны өзгерісті жаңа көбейтеді, бір жалпы цифр шығады. Мысалы 3 деген сан шығады. 3 деген сол біздің жалпы бүкіліміздің орталандырылған корзинамыздың бағасын өзгеру болып келеді. Ана көпшілікте түсінбей жатады ғой, мысалы базарға барда бір товар алып жүрген негізгі товар еттің бағасы 20%-ға өсіп кеткен. Инфляциямыз 5% деп мысалы. Инфляцияны қараса 7, 5, 9, 17 деген сияқты ең көп айтқан кезде. Бірақ анаумен сәйкес келмейді деген сияқты. Ол оған қатысты зерттеулер де өте көп. Макроэкономикада. Жалпы ол жерде когнитивная психология, поведенческая экономика деген заттар бар, солардың әсер келе бастайды зерттеулер. Дэвид Канеман деген экономист бар, экономист емес ол. Ол жаңағындай психоанализбен айналысатын кісі ғой. Соның кітабы бар, «Думай медленно, решай быстро» деген. Сол жерде, сол кітапта жазылғанда адам қалай ойлайды, қандай шешім, неге шешім қабылдайды. Сол экономикадан Нобель лауреаты болған. Сол инфляцияға қатысты, инфляционный ожидание деп, инфляциялық күтім. Әр адам өзі ойлайды, келесі пәтерлер қымбаттайын деп жатыр екен. Мысалы, жаз келе жатыр, бұл жерде бір тасқын бірдеңе болса, осындай товар ұсынысы азайып қалады екен деген сияқты. Бағасы өседі, күтімдер пайда болады. Олда да әсер береді инфляцияға қазірге. Өйткені мен баға өседі десем, мен барамда қазір сол товарды ала бастаймын, сұраныс көбейеді, сұраныс көбейгеннен оның бағасы өсе бастайды. Сол инфляция факторлары көп. Яғни енді адамдар кейбіреулер келісуі мүмкін, кейбіреулер келіспеуі мүмкін, көбісі келіспейді. Жаңа өзің айтқандай, мен кеше су алғам, нан алғам, бағасы осындай болып кетті деп айтады. Біріншіден, әр адамның өзіне қатысты бір когнитивтік бір әсері болады, сезімталдығы болады. Біреуге ол баға сезілмеуі мүмкін. Ол табысы көп адам болса, мысалы, табысы көп адамдар нанның бағасын бағалы қарамайды шығар енді бір. Кейбір кісілер, общественный транспорт жүрген кісілер соның бағасын қарап отырады, әсері. Соған қатысты біріншісі. Екіншісі, маркерлі товарлар деген бар. Товары маркері дейді осы. Жаңағы сүт, нан, ет, көбінесе алынатын товарлар ол күнделікті. Жұмыртқа мысалы. Мысалы, жұмыртқаның бағасы бір сәтте күрт өсіп кетуі мүмкін. Ондай бізде мысалдар көп болған. Птичий грипп болады, падеж болады, бірдеңке болады, басқа болады. Сол кезде мысалы жұмыртқалар бір айдың ішінде 10%-ке, 15%-ке, 20% өсіп кеткен болады. Оның әсері болады жалпы инфляцияға. Мысалы, жұмыртқаның долясы бағасын инфляцияда 0,1% болуы мүмкін. Бірақ сол баға өсім қатты болса, әсері де сондай болады. Бірақ басқа тауарлар өзгермеуі мүмкін бұл сәтте. Енді ол адам барады да, жаңағы көреді, жұмыртқаның бағасы өсіп кеткен. Сосын қарайды, 20% өсіп кетті мысалы. Пайызбен есептемейді ғой көп адамдар. Қайт, ойбай 30 теңге өсіп кетті, 40 теңге өсіп кетті. Кешке үйіне барады, үйіне көреді, бүгін үкімет отырысы болды, үкімет отырысында осындай тақырыптар талқыланды. Оның ішінде инфляция сәуір айының аяғында жылдық бағамен қарағанда 9,1% болыпты деп айтады.
сол шағымдан сказать, қалай ол жаңа жұмыртқа қымбаттап кетті, сондай өзгерістер болады. Бір мен ойлайтынмын, ондай мәселе тек қана біздің жаңағы пост кеңестік мемлекеттерге қатысты ма деп ойлайтынмын да. Өйткені ол кезде общественный договор баға тұрақты болды ғой, баға өзгермейді. Госплан, госкомцен бар, солар бағалайды, бәрін бекітеді. Адамдар үйреніп қалған. Бірақ есесіне тауарлар дефицитті болады. Бірақ адамдар соған келіседі, мына тауарлардың бағасы өзгермесе әйтеуір, мына тауарлар қажет емес деген сияқты. Сол да әсері болуы мүмкін деп ойлағам. Біздің енді беріледі ғой жаңағы культурный код. Европада да солай ма? Европада да, мен Цюрихте болған кезде біз бір магазинге кіріп, дүкенге сувенир алуға. Андай бір сувенир тұр. Тиын саласын, бірақ тиын жоқ болып кетеді да ішінде. Айнамен жабылып қалған ғой енді. Осы жаңағы үлкен қыз сатып жатыр. Швейцарка. Айтады, мынау біздің ол жақта ұлттық банк деп аталады, национальный банк Швейцария. Ол біздің осы ұлттық банк ақшамызды жеп қойды осылай, баға өсе береді деп айтады дейді. А былай жалпы статистикаға қарап жатсаң, ең тұрақты баға Швейцарияда. Ол жақта девальвация норм емес, ревальвациямен күреседі. Жаңағы ақша бағам күшейе береді қайта-қайта. Сол кезде мен түсіндім да, ол қатысты емес табысқа, мемлекетке емес, жалпы адамның психологиясының түбінде жатқан бір сондай бір табиғи процестер сияқты да. Мына неде ковидтан кейін осы Европаның барлық бағалары өсті ғой? Оларда Америкада, ақш-та, Канадада. Мен 3 жыл тұрған кезде бағалардың өсімін қатты көрмедім, негізі шын айтқан кезде. Бірақ осы соңғы 1-2 жыл бұрын ба қатты болды, оларда 10% өсті деп көп шықты. Сонда BBC-дің бір несі 40 жыл, 50 жылдық рекордтар болды. Сонда инфляцияны жаңа когнитивті не деген сияқты, жаңа қабылдау деген сияқты бір күш түсіндіріп тұр инфляцияны. Инфляцияны айтады. Әр адамның өзінің инфляциясы болады деп көрсетті. Және мысалы Англияның мысалында келтірген, ауылда тұратындар инфляцияны азырақ сезінеді дейді. Жаңа қолында тауығы, бір малы бар адам, оны жеңілдеу көреді, өйткені ол күнделікті тұтынатын дүниесін тегін алған сияқты болады. Екінші жаңағы көлігі жоқ адам қатты сезінбейді дейді. Сонымен сатылап келген кезде ең аз сезінетін адам инфляцияны, ол велосипедпен жүретін, ауылдық аймақта тұратын, сосын бір бюджеттік қызметкер ма, сондай сияқты бір қызметкер, яғни айлық тұрақты, өзінің үйінің алдында бір шаруасы бар. Сол қаланың адамы қаттырақ сезінеді екен негізінде. Орталық, Алматы, Астана деген сияқты орталықтың. Неғұрлым жаңа мен айтып кеткен логикаға сәйкес, неғұрлым корзинаңда товар ассортименті көп болса, инфляцияны сен көбірек сезесің ғой. И соның ішінде бір концентрациясы өте жоғары товар болса, сонда сен де сезесің. Мысалы, диабетиктер бар ғой, өкінішке орай, инсулин қабылдайтын. Инсулин күнделікті жаңа айына шығымдардың ішінде бір үлкен долясы бар. Өзгерсе ол қатты сезінеді да. Инсулин қабылдамайтын адаммен салыстырғанда сол сияқты ғой. Цифрлық теңге туралы айтайық. Біздің өзі сұхбат подкасттың бір несі үлкен істер кішкентай қадамнан басталады ғой. Осы жұмыстың бастауында сіз барсыз, Цифрлық теңгеге қатысты ма? Ол 2020 жыл басталған жұмыс. Цифрлық теңге. Шатасады ол кезде. Криптовалюта дейді, криптотеңге дейді, сондай бір ұсыныстар болып атты ғой. Ұлттық банкқа келген кезде мен жақын әріптесім, сол кезде ол да ұлттық банк төрағасының кеңесшісі болған, Бинур Жайленов деген жігіт. Ол жалпы IT маманы саласында жұмыс істейтін жігіт. Сол бір жағынан ұсыныс береді төрағаға техникалық түрде. Мен одан бөлек білмей ол жұмыс жасап жүрген туралы экономикалық жағынан ұсыныс берем, осындай проект бастаған дұрыс сияқты деген сияқты. Өйткені ол кезде цифрлық юань, цифрлық рубль көп публикация жасап жатқан. Оған ол сол моментте Камбоджада, Багам аралдарында, тағы бір жерде Эстонияда ма енгізілген болған. Толық емес енді жалпы. Соны зерттеулер бастап, ол жұмыс сол зерттеуден басталды ғой, қаншалықты өзіміз түсінетіндей толығырақ. Сонымен сол жұмыстың көбінесе сол макроэкономикалық, экономика жағына қатысты методологиясына қатысып, соған қатысты ол жұмысым. Ал жаңағы мен әріптесім Бинурда техникалық жағынан қалай ол жүйе болу керек, қандай информ система арқылы, казначейство мен арқылы, Минфинда қалай болу керек деген сияқты сол жағына жауап берді.
сол бірақ мен ұлттық банктан бір жыл бойы сол жобаны бастап ұлттық банктан жұмыс ауысқаннан кейін оған қатысым жоқ ол проектке қазір. Жалпы сонымен араласып жүрген сол проектпен араласып жүрген балаларға өз ойымды айтып отырамын, кейде сұрап. Бірақ ол жерде үйреніп алды бәрі, түсінеді уже, түсінік көп. Бір анандай алғашқы деңгейіне келіп қалған сияқты қазір, Алғашқы деңгейіне үлкен прогресс бар. Қазақстандағы болып жатқан қазір зерттеулер нәтижелері пилот болды. Мысалы Алматыда цифрлық теңге арқылы арнайы карточка шығарылып, былтыр 15 қарашада Алматыда жыл сайын қаржыгерлер несі болады ғой, ассоциация конгресс болады, үлкен конгресс болады. Сол жаққа бәрі жиналады. Мен соған да презентация жасап еді ғой, басталды. Иә, сол кезде бастап, сол карточкамен бірінші кофе ма бірдеңкеге ақша төлеп, сөйтіп бастаған. Енді цифрлық теңге, сосын жаңағы бір мектепте, Алматы мектебінде оқушыларға сол цифрлық теңге арқылы. Енді цифрлық теңге түсінікті болатындай, біріншіден ол криптографияға қатысы жоқ мүлдем. Ол крипто теңге емес. Криптография жаңағы распределенные сети дейді ғой, централизованный, децентрализованный, оған қатысы жоқ. Соған ұқсайды. Жалпы қалай пайда болғанын айтайын да. Бұл былайша айтқанда кэш емес те емес болып тұр. Иә, ол орташа сондай бір жаңа алдында айтып кеттім ғой. Ақшаның екі түрі бар, кэш, кэшлес. Жаңағы цифровой CBDC дейді ағылшынша. Central Bank Digital Currency, CBDC. CBDC дейді орысша. Сол CBDC, сол екі кэш пен кэшлестің ортаңғы бір формасы болып табылады. Үшінші формасы, ақшаның үшінші формасы болмаған. Кейбір айтады, электронды ақша болды ғой, банктер шығарды ғой деген сияқты. Ол теңге емес, банк шығарған, ол өз жүйесінде ғана жүретін. Мысалы, біз пайдаланатын банктік қызметтерде бар ғой, кэшбэк дейді, кэшбэкке бірдеңке аласың. Ол сол жүйеде ғана жұмыс жасайтын ақша түрі ғой. Ал цифрлық теңге, ол жалпы ұлттық. Ол теңге, бірақ цифрлық. Енді цифрлық теңге, криптоэкономика дамыған бастағаннан бері фиат дейді ғой, жалпы жаңағы еще продуцияларын или фиатный деньги деп атайды, біз пайдаланатын ақшаны, мемлекет шығаратын ақшаны. Соны айтып еді ғой, криптовалюта, убийца фиатных денег, сондай көп хайп болғаннан кейін орталық банктер ойлана бастаған, альтернатива беруіміз керекпіз біз. Пайдалану жағынан тура сол крипто сияқты болатындай, криптовалюта, биткоин сияқты болатындай, бірақ мемлекет оған контроль жасалатындай, монитор жасалатындай, сондай болып шыққан. Сол енді, мысалы, былай айтайын. Кэште қолдағы ақшаның номері бар. Әр банкнотта номер болады. Әр банкнот бекітілген жүйеде. Ал безналичный формада біз білмейміз. Ол бір теңгенің номері ештеңкесі жоқ. Ол жалпы бір суммада. 5.000 теңге, 10.000 теңге, 1 теңгеде ол сумма болып саналады. Ал енді цифрлық теңгені алатын болсақ, әр цифрлық теңгенің өзінің номері бар, бірақ ол безналичный түрде. Сонда жаңағы каждый бір теңгеге код беріледі. Сондықтан ол каждый теңгенің коды болғаннан кейін возможность покраски дейді. Мысалы, әртүрлі ақшаны тек қана бірдеңкеге жұмсауға ғана беруге болады адамға. Мысалы, тендерге қатысады, мемлекеттік тендер. Немесе әлеуметтік қолдау көрсеткен кезде, сол кезде мысалы тек қана тамақ алуға ғана беретін ақша алуға мүмкін. Цифрлық теңгенің бір қасиеті сол. Ал енді оны қалай пайдалануға болады дейді ғой. Біріншіден оны қайдан алуға болады? Енгізген кейіннен, жалпы гипотеза ғой, жоспар, жүйелі жоспар. Мысалы сізде счетыңызда, сол приложенияның ішінде 3 форма болады, жаңағы, ол жер бір форма ғана, жаңағы депозитіңіз болады өзіңіздің, текущий счетыңыз болады, и және де жаңағы цифрлық счет болады, мысалы. Сіз цифрлық счеттан, например, аударасыз қанша керек өзіңізге. Мысалы, цифрлық теңге 100 теңгені сіз жаңағы депозитіңізді аударып аласыз. Сосын мен қалай пайдаланасыз? Айырмашылығы неде, жалпы мысалы? Сондай сұрақ туындайды ғой. Цифрлық теңгені мен ағымдағы счетқа аударып беремін ғой? Айдарып бересіз, ол интероперабельный болады. Ол тек қана үшінші формасы ғой. Мысалы, сіз наличканы банкоматқа салып, ол кэшлес болып кетеді ғой. Кэшті банкоматтан шығарып аласыз. Сол сияқты цифрлық теңге де солай ауыса береді. Тағы да айтайын, ол гипотеза, ол қазір әлі толықты енгізілген емес, солай болып жұмыс істеу керек. Енді наличка мен безналичканың функционалдық басқа бір өзгерісі, ол қалай пайдаланамыз.
мысалы наличканың плюсы интернет қажет жоқ. Любой жерде интернетсіз қалтаңа алып бере саласың. Бірақ оны қалтаңда салып жүресің. Жоғалтып алуы мүмкін, мысалы жыртылып қалуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Безналичканың бір жақсысы интернет арқылы төлей бересің, телефонда жатады. Ал енді цифрлық теңгемен телефонда жаңағы құйылып тұрады, бірақ интернетсіз сен төлей бересің. Мысалы мен келем, посттерминал тұрады, арнайы сол цифрлық теңгеге берілген. Сонымен мен төлеймін. Мен алдын ала цифрлық счетымда ақша тұрады, сол ақша анаған көшеді. Сосын интернет соединение болған кезде перерасчет болады да, ана ақша өз счетына түседі. Мына жақта счетта жаңағы цифрлық. Интернет жоқ кезде ол істемей тұрады, иә, тек қана былай. Иә, интернет жоқ кезде сізде қанша цифрлық теңгеңіз бар счетыңызда, сонымен ғана аяқтан нетеледі ғой, шектеледі ғой. Түсінесіз, сондай бір қызық методика. Ол формасы приложение сияқты ма, әлде мысалы айтып бір банктың қосымшасы бар ғой, соны пайдаланған кезде ішінде тұрады ғой теңге. Ол әр банктың қосымшасында болу керек болады, міндетті түрде. Ондай. Оның бір жақсысы, мысалы кейде банктың жүйесімен пайдаланған кезде істемей қалады сервистер болды ғой, сондай моменттер. Бірнеше банктар тоқтап қалады бәрі. Цифрлық теңген болса, ол тура сол сияқты жұмыс жасайды. 24 сағат, аптасына 7 күн, ешқандай перерывсыз. Мысалы, цифрлық теңге айналымы жоғары болады, тез барады деген сияқты. Системалық платежей. Мысалы, маркермен бояған кезде, енді былай, шарт түрде бояған кезде, екінші адам қолдан, мысалы, ол төлем жасағанға дейін ғой, бірінші төлемде ғой, иә, бақыланатын. Иә. Арғай ол жүріп кетеді ғой маркер. Ол ақша, мысалы, сатушыға түседі, сатушыда сол маркамен тұрады, ол сатушы оны ары қарай жұмсай алмайды, сол жаңағы шектелген ғана функционалар арқылы. Яғни оны қайтадан шығарып алуға болады ғой, мысалы ол кэш сияқты бере салуы мүмкін. Адам өзіне пайда табу керек болса деп жатсыз ба, мысалы? Иә, мысалы айттық қой, оқушы келіп дүкеннен жоқ, ол болады ғой, ограничение қоя алмайсың ғой, ешқандай шектеу ар жағына қалай болатындай. Мемлекет мынаны бақылағысы келіп тұр, мысалы ақша тікелей тамағына деп, иә? Ол оқушының счетында сондай маркермен тұр, қызыл маркер. Иә, тек қана мысалы. Ол асханаға келіп төлеген кезде жойылып кете ме, әлде ол ары қарай мысалы? Жоқ, асханаға келген кезде ол оқушының счетынан, приложениесінен асхананың счетына түседі ғой, ол бөлек жинала бастайды сол жерде. Тек қана сол жаңағыдай неге. Оның функционерлері көп, опциялары көп негізінде. Ал жалпы идея сондай ғой. Қателеспесем, биыл қолданып көрейін деп жатыр, иә, Госсок неде, сайтта. Мен енді айтып жатырмын ғой, тағы мен қазір тікелей жұмыс жасамаймын ол жобада. Олай жалпы жаңалықтан көріп жатқаным, иә, достармен араласып сұрап жатқанымда. Госзакуп, антикордың қызығушылығы өте көп сол жобаға. Мемлекеттік сату кезінде сол қадағалап отыратындай. Сосын әлеуметтік кошелек деген Амьян проектісі бар ғой. Иә. Минтруда МТС-ден жүргізіп жатқан. Соған да қатысты тікелей бар цифрлық теңгенің. Оның нелері көп. Байқап жатсаңыз, мысалы қазір Ұлттық банк президентпен кездесіп есеп беріп жатқан кезде де сол тақырып көп көтеріледі. Былай авангардта жүрген проектісінің біреуі отыр ғой, қазір мемлекеттік жалпы. Енді жаңа айтып кеткенде, енді әлемдік рейтингтер бар, қай мемлекет қалай дамып келе жатыр, соған қатысты. Цифрлық ондықтың ішінде біз 7-8 орында әртүрлі публикациялар көп. Мысалы жаңағы мен әріптесім, досым Бинур Жаленов халықаралық эксперт ретінде болып кетті. Тәжірибесі де көп та, ол бөліседі, бізде былай болған, бізде былай болған. Ол ешқай жерде әлі енгізілмеген ғой, толықтай. Кейбіреулер айтады. Ресейде қалай отыр? Ресейде де жақсы жүріп жатыр. Масштабтарда жақсы олардың, пилотта болып жатыр, заңда қабылдап жатыр олар. Ол жақта да белсенді жүріп жатыр ол жұмыс. Жақсыбек Күлекеев сіз туралы бір пікір айтқан. Макроэкономика туралы білгілерің келсе, Олжас Төлеевтің курсы бар. Енді ол жоғары баға әрине. Осындай жоғары бағалы үшін не істеу керек сонда? Сүю керек біріншіден. Ол зат жақсы көрмесең, әр салада солай ғой. Жасап жүрген жұмысын жақсы көрмесең, сен оған уақыт бөлмейсің, көңіл бөлмейсің. Макроэкономиканы сүю керек, өте қызықты ғылым, қызықты практика. Өйткені жақсы макроэкономист болу үшін политологияны да түсіну керек, геополитиканы білу керек не болып жатқан, экономика салаларын да түсіну керек, мысалы
мұнай саласы қалай жұмыс жасайды, ауыл шаруашылығы қалай жұмыс жасайды, регионалдық политиканы түсіну керек, демографияны да білу керек. Өйткені демография экономикаға тікелей әсер береді. Демографическая структура өзгерген кезде экономика да өзгере бастайды түгелдей. Бізде де сондай процесстер жүріп жатыр соңғы бір 3-4 жылда. Көп зат білу керек. Кішкене былай, сосын сен эксперт болсаң, сен сұхбат бересің, сол жағынан да кішкене soft skills дейді, сол жағынан дамыту керек. Ол сондай жүйелі бір маман ретінде, сондықтан көп зат үйрене беру керек. Енді аздан бастау керек қой. Аз дегеніміз сол. Университетте жақсы макроэкономика оқып, эконометриканы білсе, болашағы көп болады ондай маманның. Иә, ол жаңағыдай бақпен байланыс, бұқарамен байланыс деген бөлігі де маңызды болып тұр да. Мысалы, бағана подкастынан айтып отырмын ғой, жаңа Ротель кезетке 46 материал шықты да. Ерінбейсіз. Немесе жаңа Тенгеномика каналының алғашқы құрушысы, бастаушысы деген сияқты. Ол да өзінше бір рупор, иә? Тұрақты жұмыс істеп, қанша материал шығып, мысалы, зерттеулер шығарып отырды деген сияқты. Мына жағы қызықта, мысалы, ұлттық банкке кеңесші болып келген кезде ашық шығып отырдыңыз да, мысалы, иә? Жиі. Иә, тырысып отырдық. Ол жерде кәдімгі, мысалы, кейбір материалдар, мысалы, статистика агенттігін сынап, ол уақыттағы, иә, комитет сынап. Бізде анандай бар ғой, бір мемлекеттік мекеме, екінші мемлекеттік мекемеге қарсы не айтуға керек деген сияқты. Оған қалай қол жетті деген ғой. Мысалы, енді оған дейін бір кеңесшілерді білмеймін енді, өйтіп шығып бір. Жоқ, мен ұлттық банкқа жұмысқа келген кезде кеңесші ретінде. Былай түсіндіріп айта кетейін, мен 2015 жылдан 2018 жылдың аяғына дейін ұлттық банкта жұмыс жасадым. Стажердан бастап главный специалистқа дейін өстім. Зерттеумен айналыстым. Одан кейін 18 жылдың қазан айында мен аяқтадым жұмысымды. Екінші рет 2020 жылдың 5 қыркүйегінен бастап 2022 жылдың сәуіріне жұмыс жасадым. Осы уақыт туралы айтып отырмын мен. Сол ұлттық банкқа екінші рет мен жаңағы төраға кеңесші болып реті келген кезде мен сол кезден бастап Телеграм каналдан бас тарттым. Ол канал сол кезде бірге жұмыс жасап жүрген, бір жағынан былай потенциал бар сияқты жігіттерге мен сөйлесіп, соларға қалдырып кеттім. Қызық танып, мен білмедім не істейтін ол каналмен. Жұмыс жасау керек, конфликт интересі де бар мысалы. Сөйтіп ашықша жариялап, осылай деген сияқты. Қазір ол каналдың өзінің иелері бар, өзінің редакциясы бар. Мен араласпауға тырысамын ол жерге. Тырысамын дегенде кейде кеңес беру мүмкін. Қатты сынап атса, зат түсінбей. Кеңес беру дегенде де, яғни тікелей араласамаймын ғой, иелері болғаннан кейін. Кейде келіспей қаламыз. Мысалы, біздің жобамызда болды ғой, агенттікте жасаған ұлттық даму жоспары. Сол ұлттық даму жоспары біз жасадық. Мен жауапкерші болдым. Жаңағы саяси лауазымда жүрген адамдардың біреуі сол мен болдым. Тікелей сол проектке қатысып жетекші жасаған бірінші деңгейде. Одан кейін төрағамыз, басқа үкіметте, бюджет әкімшілігінде. Сол кезде де сынмен шықты ғой, сол Тенгеномикаға. Осылай деп айтады енді. Жазайын деп жатырмыз. Енді өздерің білесіңдер, жазыңдар деп сөйтіп шығып жатты. Ол кезде сондықтан мен ұлттық банк төрағасы кеңесші болған кезде мен каналмен пайдаланған жоқпын. Сындардың бәрі неде Тенгеньюста, Капитал, ЛС сияқты баспаларға шығып жатты тікелей. Иә, соны айтып отырмын. Мысалы, ұлттық банктың кеңесшісі деген ол саяси не ғой, мемлекеттік қызмет ретінде ғой, соған теңестірілген. Теңестірілген. Бөлек заң болғаннан кейін ол ұлттық банк қызметкері аталады. Мен несін байқадым, кейде мысалы кейбір хабарламалар ұлттық банктың баспасөз қызметімен таратылған. Яғни ол ұлттық банкпен келісілген ресми позиция ретінде шығып отыр. Кейбір интервьюлар ол жеке. Жоқ, интервьюдің алдында айтып кетем ғой мен. Жалпы комментарий берген кезде өкінішке орай көп журналистер ол жерін алып тастайды. Мысалы, батыс елдерінде, Ресейде эксперттер өзі ойын айтады, ол менің ойым ғана дейді. Сондай құқығы бар. Мен ол кезде кеңесші болып жүргенде төраға сондай құқық берді, өз ойыңды айта бер. Мен де айтамын, менің ойым бөлек болуы мүмкін ұлттық банктың позициясымен деп. Ол кезде айтып отырмын, кейде ұлттық банктың позициясы деп айтамын. Осылай біздің бірігіп шешіп
қабылдаған шешім осындай. иә мысалы рубль тұзағы, рубль есіне түсіп қалмау деген мақала бар рубль ғой. тұзағы, иә, ол өте қызық мақала болды. Ә, Мен ол зерттеуді 2018 жылы бастағам жалпы. Швейцарияға баруға мүмкіндік болып, бір қызық тақырып жазды деді сол кезде директорым. Мен сол кезде мынау Еуразиялық одақтағы қазіргі сол 5 мемлекеттің бір-біріне инфляциялық әсері қалай болады, соны зерттедім. Сол кезде мен байқағаным, жаңағы курстың өзгеру бізге қатты әсер береді деп теңгені сол кезде бастағам. Енді жаңа мен айтып кеттім ғой, жақсы макроэкономист болу үшін тек қана жаңағы заттарын түсініп қана білмейді, түсіндір де білу керек та. Оны түсіндіре білу үшін арнайы тіл керек. Оны техникалық түрде түсіндіріп жатсаң, разрыв выпуска, фильтр Кальмана, тағы да басқа потенциальный ВВП десең, көп адам түсінбейді, қызықсыз болады. Сондықтан бір журналист сияқты ма, бір популяризатор сияқты ма, бір тақырыбы да кликбейтный болу керек та кішкене. Сол рубль тұзағы деп шештім мен сол кезде, жақсы түсінікті болатын сияқты. Ал былай енді ол жерде ол ешқандай саясатқа қатысы жоқ, тікелей геополитика, жалпы саясатқа. Ол жерде тек қана экономикалық анализ берілген, үлкен жақсы бағалар жақсы берілді, жақсы жазылған, түсінікті түсіндіреді бәрін деп. Аргументациясымен, модельдермен 2 айда жазған мақала болды. Миф дейміз ғой, теңгенің курсы валютаның әлсіздігін білдіреді. Теңгенің курсы валютаның әлсіздігін дейсіз ба? Иә, мысалы өзбек сом бізден күшті, қырғыз сом бізден мықты. Мысалы, иә, кейбір айтады, неге бір сом, қырғыз сомы, қонақта көп айтады да ондай әңгімелер. Үлкен кісілер, ағалар. Мен ағам бар, дәрігер, үлкен кісі. Зейнеткер кісі. Сол кісі айтады да, неге қырғыздың сомы, бір сомы 5 теңге дейді да. Сосын мен түсіндірем, оған қатысы жоқ көру. 100 теңге де болуы мүмкін. Мысалы, $1 3 дирхам, немесе 100 йен тұрады. Мысалы, Жапония мен ақш-тың экономикасын салыстырсақ, әрине қазір Жапония экономикасы стагнацияда бірнеше жыл болды. Бірақ оған қарамаса да экономикасы мықты ғой. Экономик комплексті индекс, экономиканың сложность, күрделігін көрсететін индексінің арасында Жапония үштікте тұрады ылғи да. Бірақ мысалы $1 100 йен. Ол ешқандай курстарын салыстырған кезде оның абсолюттік деңгейіне емес, өзгеруіне қарау керек. Ол қалай өзгереді? Мысалы, теңге осы 2015 жылы, 2016 жылдары қалай 380, сосын 400-ге көшті ғой ковидтан кейін. Ковидтан кейін 4 жыл өтті, қазір сол ортада тұр. Басында $1 5 теңге сондай болған, сонда 100 есе өсті деуге болады. Ал мысалы сол период салыстырып, мысалы Беларусияны алатын болсақ, ол жерде 10 мың есе құлдыраған. Түркия қазір өте жақсы мысал, Түркияда болып жатқан. Мен оған да қатысты 1-2 мақалам бар тын. Яғни курс экономиканың мықтылығын көрсетпейді ғой? Жоқ, курс көрсетеді. Курс ең жақсы көрсететін, экономиканың мықтылығын әлсіздігін көрсетпейді ол. Экономиканың структурасын, экономиканың жүйесін, қандай политикалық саясат жүргізіп жатыр, соны көрсететін ол көрсеткіш. Келесі бір миф, курс негізі 5 теңге, доллардың курсы 5 теңге болу керек негізі. Негізі деген ба? Сол негізі деген құртады ғой негізінде. Көбінесе бар ғой бізде. Негізі деген ол жерде жоқ. Ол курс, әрине, әр курстың өзінің тепе-теңді деңгейі бар. Курсында өзінің бір деңгейі болады тікелей. Бірақ ол қайда екенін ешкім білмейді нақты. Әртүрлі методтары бар, әдістері бар. Анағындай фильтрация бар, мысалы, эконометрикада. Фильтрация сол физикадан келген ұғым. Фильтр Кальмана деген бар, мысалы, GPS-пен жүрген кезде космостағы сол фильтр Кальмана пайдаланады. Сол фильтр Кальмана экономикада сол тепе-теңдік деңгейлерді бағалау үшін пайдаланады. Сонымен есептесек, әртүрлі деңгей көрсетуі мүмкін. Әр фильтр әртүрлі көрсетеді. Біреу 500 көрсетеді, біреу 550, біреу 400 көрсетуі мүмкін. Бірақ енді жалпы ол маңызды ғой, 50 теңге, 40 теңге. Ал экономикада тренд ең бастап. Біріншісі ол қысқа мерзімді шоктарды тоқтату. Мысалы, инфляция өсіп кетті, түсіп кетті, дефицит бюджет тапшылық болып қалды, мысалы. Немесе экономикалық өсім жоқ, осы 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде. Бірінші задачасы сол, екінші задачасы экономиканың потенциалын көтеру. Мысалы, экономиканың өсуі өзінің бір графигі бар ғой.
сол угол наклона дейміз, сол бұрышын көбейту. Екінші мақсат ол ұзақ мерзімдік политикада, стратегияда қайда пайдаланады, қандай реформалар керек деген сияқты соған қатысты. Әр экономист ол өзі бағалайды, бірақ сол мана қазір негізінде біздің курс, менің ойымша, менің есебім бойынша, бұл жалпы біз қазір сирек жасап отырамыз ғой. Мен те жасау үшін ол Eviewста Ходрик Прескотт фильтрі бар, мен сонымен пайдаланамын. Тезірек қарай саласың, оның өзі жаңағы әдісте бар, параметрлерін қоясың. Соны есептеген кезде сол қазір шамасында ғой, сол 450-470-тің арасы. Қаржы жаңағы зерттеу орталығында жүрген кезде ғой деймін, бір мақала жазған екенсіз, Қазақстанда жұмыссыздардың үлесі 5 емес 9,5% деп. Ол қазір енді мен түсіндіремін. Ұлттық статистика бюросы тікелей қарайтын мекемеде жұмыс істеп жатқан кезде осы немен келісесіз ба, келіспейсіз ба? Жоқ, қараңыз, ол жерде ол әдістемеге қатысты болған жоқ. Жалпы дұрыс санамайсыңдар, сендер алдап жатсыңдар деген жоқ. Әрине, бұлай статистика, официальный статистика, оның бекітілген жаңағы, ол ойына келген стильді бермейді негізінде. Ол жаңағы халықаралық стандарттар бар. ОСР келіп бір тексереді, анау келіп бір тексереді, қарап кетеді, МВФ қарап кетеді дегенде қалай жасап отырған сияқты. Бізде негізінде мен былай айтқаным дұрыс емес шығар, қазір енді қарамағымда болғаннан кейін сол ұлттық бюро жұмыссыздық деңгейі 5% шамасында болды. Бірақ мен күттім. Енді өзіміз көріп жаттық қой көзімізбен, қанша адам жұмыссыз қалып жатты. Қазір өсетін шығар деп. Осыны өсті кішкене бір пайызға ма сондайға өсті, үстінен қосқанда пайыздық мөлшерлемеге. Бірақ қараймын, ол мүмкін емес, ол қалай. Сосын былай қарап көрсем, оның ішінде үлкен отчет қой, ұлттық бюро статистикасы жариялайтын әр салаға. Сол нарық саласында отчетін қарасам, ішінде уақытша жұмысынан босатылғандар бар екен да. Олар жұмыссыздыққа жатпайды, бірақ уақытша сағат ауысқан, азайған, аптасында жұмыс істейтін күн азайған, солардың саны күрт өсіп кетті. 3.000-нан 300.000-ға ма сонда өсіп кеткен. Соларды мен есептеп қосқаным ғой, сол кезде 9% болады деп айтқам. Алай ол жерде әдістемелік ешқандай біреуді алдап жатыр деген жоқ. Ол мен ол кезде эксперт ретінде, экономист ретінде міндетім сияқты болып табылды да, сөйтіп түсіндіріп беретіндей көпшілікке. Мүмкін жалпы өзін-өзі қамтығандар деп негізгі бөлік сол ғой? Жоқ, өзін ол самозанятыйлар 2 миллион. Олар бөлек қой, мысалы 6-да 1 ма, 6-да 5 па, миллион адам бізде қазір наемный работниктер. 2 миллион самозанятыйлар, олар бөлек тақырып. Ол да бір терең тақырып негізінде. Айтайын деген, мысалы, самозанятый деген жаңа өзіңіз қамтығандардың ішін ашып қарайтын болсаң, негізі кейбіреу, мысалы, табыс мөлшерімен басқасымен қараған кезде, кейбіреуі жұмыссыздар қатарына қосылуға әбден лайық болып қалуы мүмкін да, мысалы. Әрине. Сол жағынан бір не керек шығар мүмкін. Ол жағынан да онда жұмыс жүргізіліп жатыр. Пост жазғансыз. Кеше ғана жазғаныма Ақорда бірден жаңағы отклик беріп кіріп шықтым, ойларымды білдірдім деп. Ол да өте қызық тәжірибе болған. Қаттырақ айқайлау керек пе екен, жалпы қандай нәрсе керек екен? Ақордаға бару үшін ба? Иә. Енді түсіндіріп өтейін көрермендерге. 2019 жылдың қазан айында, ол кезде бір жылдай болып қалды, Тенгеномика телеграм каналын жүргізіп жүргеніме, атым шығып, репутациям жақсы жағынан шығып атты, маман, эксперт ретінде. Теледидарға, радиоға, бір жобаларға шақырып, студенттер арасында сондай популярность көбейіп, сосын саяси қызметкерлерде байқап бастады. Жасбек Абдрахметовичпен де, жаңа Күлекеевпен бір жобалар жасаған кезде, саяси деген кезде біраз адаммен таныстым. Сөйтіп, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы сол кезде сол күз уақытында Алматыға барады. Алматыға барады да бір выступление болады. Сол жерде айтады, елімізде экономистер тапшылығы болып тұр. Мемлекеттік қызметте экономистер көп дейсіздер, қайдасыздар, идеяларың қайда деген сияқты сондай бір обращение болды да. И соны естіп, мен жазайын деп ойладым. Телеграм каналды біледі, етеді деген сияқты. Сосын мен жаздым, телеграм каналды ашықша. Жаңағы президенттің атына, осылай, аты жөнім осындай проекттер жасап жүрміз, осындай балдарымыз бар, алмамыз адамдар жинап жатырмыз. Өзіміздің сол комьюнити болды да.
Тимур бар, басқа жігіттер де бар, Абылқасымов мысалы. Жаңадан бір сондай толқын бергіміз келді да. Экономика, риск, CFA деген өзі болады да, соны кішкене популярный болатындай, именно макроэкономист болатындай бар ғой, бір экономиканы түсінетіндей, терең түсінетіндей. Соны жазып, осылай жазып, осындай біз дайынбыз көмек болуға деген сияқты қылдырып. Бірақ шыны керек, ойлаған жоқпын. Сондай бір жауап болады, байқақ болады деген сияқты. Енді қазір жұмыс істеп жүргеннен кейін түсінемін да, біздің агенттік тікелей президент әкімшілігімен жұмыс жасайды. Президенттен тікелей бұйрықтар аламыз, мысалы, соны заданияларын орындаймыз, тапсырмаларын. Енді ол кезде мен білмеймін ғой қалай болатынын. Сол кезде жаңағы мен жазған обращением дайджестке түскен мүмкін президентке. Ертеңінде таныссыз номермен хабарласады бір кісі. Ол кезде сол президент әкімшілігінің жетекшінің орынбасары Тимур Мұратұлы Сүлейменов, қазір ұлттық банк төрағасы, сол кісі хабарласады, осылай олжас. Танысуға қуаныштымын, сенің обращениеңді көрдік, Ақордаға кел, сөйлесейік дейді. Қандай ойларың бар? Енді айтқаннан кейін көрсет деген сияқты. Ойым көп дедім. Дайындалдым, отырып ертеңінде келістім. Ол кезде Ақордаға қалай кіретінді білмейсің, қай жағынан кіретінді, әйтеуір білесің тұрған Ақорда. Сөйтіп дайындалам, презентация жасаймын, 40 беттік па. Сөйтіп ертеңінде барам, бірінші рет өмірімде Ақордаға кірем, бір үлкен әсермен, есте қаларлық сәт болды. 2 неден өтіп па, 2 блоктан өтіп. 2 блоктан өтіп, Ақорданың ішінде жүретін кішкентай микроавтобуспен ары қарай барып, кіріп. Сөйтіп Тимур Мұратұлымен таныстым. Сол кісіге ұсыныстарымды айтып, кейбіреулерін қабылдадық, кейбіреулерін дискуссия ретінде қарастырдық. Сол сөйтіп таныстық, сөйтіп мен президент әкімшілігінің қазір әріптес болып жүрміз ғой, біраз адаммен. Сол кезде танысып, әкімшілік істетін жігіттермен сөйтіп жұмыс істей бастадым, эксперт ретінде. Менен бірдеңке сұрайды, мынау қалай ойлайсың, осыған қатысты қандай ой бар деген сияқты. Сөйтіп сол кезде 19-шы жылда президенттің жолдауында не туралы айтылды? ЦАМСР дейді орысша. Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ деген ашылды президент әкімшілігінің қасында. Соның жетекшісі Тимур Мұратұлы болып тағайындалды, параллельно с должностью заместителя руководителя администрации. И мен соған шақырды, сол жерде мен көп адаммен таныстым. Бетке ұстар эксперттер, Қазақстан экономистер, Олжас Құдайбергенов сияқты азаматтармен сөйтіп танысып, Кулекеев мырза да болды ол жерде. Ол да маған үлкен тәжірибе болды. Қазіргі АФК ассоциация, қаржыгерлер ассоциациясының жетекшісі Елена Леонидовна болды. Телевизорден ғана көрген кісілер ғой кезде. Солармен танысып, ары қарай жұмыс басталды, бірақ 2 отырыс болды. Кешіріңіздер. 2 отырыстан кейін пандемия басталды. 11 наурызда, естеріңізде болса, наконец-то деп. Сонымен ол жұмыс тоқтатылып қалды. Бірақ сол ЦАМСРден негізінде аспир пайда болу керектігін негізінде. Осын 20-шы жылы, келесі жылдың жолдауында президент айтты, аспир осылай қайтадан құралады деп. Сондай моменттер болған ғой, негізінде аспирге жақын болған сажыраға. Ал енді сол жерден сол сөйлесіп шығып, үлкен әсермен бір-екі сұхбаттай берім соған қатысты. Шын ба осылай ма деген сияқты. Слышащее государство концепция так и работает, наверное, сондай бір тақырыптар болды. Үлкен сондай есте қаларлық сәт болды негізінде. Яғни Ақордаға кіру үшін қатты айқайлап қажет емес? Жоқ, айқайлаудың қажеті жоқ негізінде. Жоқ, былай, кейбіреулер айқайлап алады, кейбіреулер түсіндіріп, аргументпен көндіріп алады да. Екі тәсілде жұмыс істейді негізінде. Енді көріп жатырмыз ғой қазір әлеуметтік жүйелерде. Немесе көп айқайлайсың, немесе ешкімнің аргументі болмауы мүмкін да, осынікі дұрыс деген сияқты. Сол кезде екі тәсілде істейді негізінде. Бірақ айқайлау мен көп айқайламаймын. Кейбір адамдар айқайлайтын да шығар. Айқайлайтындарды да естиді ғой. Жақсы. Көп рахмет. Рахмет. Ана Балқаштан бері қарай тартып. Цюрихқа дейін. Цюрихқа дейін бардық, Женева, неге дейін, Швейцарияға дейін.
Рахмет, пайдалы, қажетті әңгіме болды деп ойлаймын. Рәке, сізге рахмет уақытыңызды бөліп қызықты сұрақтар дайындағаныңызға.